Запасымен жүрген. Ya çürümün bir şey. Бастай берейін ба? Саламатсыздар ма, құрметті ағайындар. Бүгін мына тікелей эфирге шығу себебіміз мына біз өзіміздің Шалқар айналым депосында 284 адам бар. Соның ішінде 128 машинист, 30-дай помощник машинистер бар. Сосын мына конторда істейтін 30 специалистер бар. Барлығы қосқанда 284 адам. Енді 284 адамның Шалқар айналым депосының адамдарының, темір жол саласында жұмыс жасап жатқан адамдардың жағдайы қазіргі күнде мүшкіл болып тұр. Себебі мына осы уақытқа дейін жұмыс жасап Шалқар Сексеуіл аралығында жүк пойыздар және трудовой пойыздарын осы біз жүргізіп аттық. Шалқар мен Тассай аралығында 206 километрге 77-78 пойызы және суткісіне 3 пойыз болатын жүк пойызын біздің Шалқардың айналым депосының бригадтары жүргізіп жүрді. Шалқар мен Жем аралығында ол ана бас депо МБ депосының бригадалары жүріп атты. Және бізде мына ремонтный депо бар. Ремонтный депода айына 24 жеңіл жөндеуден шығатын тепловоздар бар. Сосын 2-3 тепловоз үлкен күрделі ремонттан шығады. Осы тепловоздар шыққан уақытта осы тұрған осы локомотивный бригадалар алып шығып, пойыздарға қосып, сол пойыздармен осы адамдар осы шығып, пойызға тіркеп беріп, сол пойыздарды бұлай да бұлай жүруіне ықтимал жасап жүрген осы азаматтар. Енді бүгінгі күні осы 25-ші желтоқсан айы 2020 жылы БИМТің атына келген хаттама бойынша осы плечоларды созуға және локомотив бригадтардың жаңағы плечи обслуживание дейді, соны созуына байланысты МБ депосы осы біздің плечо Шалқар Сексеуіл және мына жерге Шалқардан Жемге баратын аралас жүк пойыздарымен және Сексеуілден контейнерлік пойыздарды Жемге дейін осы Шалқардың бригадасы апарып жүреді. Енді осы апарып жүрген пойыздарды МБ өзінің локомотив бригадасының жаңағы не дейді, саны азайтпау үшін осы плечоны өзінің депосына алып бергісі келіп отыр. Сол уақытта, егерде алып берген жағдайда локомотив депосының, Шалқардың айналым депосының 55% локомотив бригады сокращение етуге тура келіп тұр. Осы жағдай бойынша 25 желтоқсан айынан бастап келген БИМТің атына келген хаттаманы МБ депосының басшылығы өздерінде ұстап отыр. Бізге ешқандай хабардар бермей, 30 желтоқсан күні локомотив депосының бастығы Жалмұхамбетов Шалқар депосына кездесуге келіп тұрып, айтпай кетіп, осы бүгінгі күнге дейін ешқандай бейхабар отырды. Енді кешегі 11 қаңтар күні 2021 жылы бізге осы болып жатқан жағдайды бүкіл қағаздар, құжаттар дайындап, нотқа дайындаған уақытта бізге келіп, осы жағдайды айтып, ескертіп жатыр. Енді осыған байланысты мына Шалқардың айналым депосының бүкіл жұмысшылары, локомотив бригадасы, машинистері, ең осы жағдайға байланысты машинистер мен машинист көмекшілері ғой, ең бірінші сокращениеге тап болып тұрған. Осылардың бәрі бірігіп, бір ауыздан қағаз жазып, қол қойып, осы МБ басшылығының істеп отқан іс әрекетіне қарсылық білдіріп, осы бүгінгі бейнетаспаға түсуіне тура келіп тұр. Біздер осы Шалқар айналым депосында жүрген нұсқаушылар осы болып жатқан жағдайға байланысты бізде наразылығымызды білдіріп отырмыз. Дұрыс емес. Қанша адамның мына жұмыстан кеткен жағдайда осы 70 машина, 70 помощниктің жобасы жұмыстан шығуға тура келеді екен. Ол 146 адам. Ол адамдардың семьялары бар. Семьясын қосқанда 146 адам, бір 500-600 адамның жобасына келіп тұрады сонда.
осы адамдардың жағдайын ойлап, осы күнге дейін істеп жүрген жұмысымызды соны ары қарата жалғастырудың орнына МБ локомотив депосының басшылығы біздермен ақылдаспай, кездесуге келмей, локомотив бригадының өздерінің осы болып жатқан жағдайға айтатын сөздерін тыңдамай, қағаздар дайындап, осы ТД бір Шалқар ұжымының ойларын ешқандай ойласпай, ойларымен, локомотив бригадаларымен кездеспей. Адам санына алмайды, адам санына. Осыған байланысты өзіміз міне осы наразылығымыздың бірінші күнін бастадық деп есептейміз. Ары қарата Шалқар әкімшілігіне барып өзіміздің ойымызды, талабымызды жеткіземіз. Және де өзіміздің талабымызға қатарласа тағы да бір қағаз құжаттарымыз дайындап жатыр. Сол қағаздарды бергеннен кейін осы тергеу органдары да өздерінің жұмыстарына іске қосып тергеу іс-әрекеттерін бастайтын шығар деп өзіміз ойлаймыз. Және осы болып жатқан жағдайдың бір экземплярын НОТ ГП Беркінбаев Бөріхан Сматолла ұлына беруімізге жақын арада береміз. Ол кісі осы өңірде туып өскен, өзі көзқарасы және өзінің ойлау қабілеті жоғары білімді бір азаматтардың бірі. Осы дұрыс шешімге келтіріп, осы мәмілеге келтіріп, осы МБ басшылығының істеп отқан бізге бейхабар қылып, айтпай, кездеспей, өзінің ойлаған, өздерінің МБ станциясындағы, айналасындағы адамдармен істеп отқан іс-әрекетіне бір тоқтату жасап, бір дұрыс шешім қабылдайды деп ойлаймыз. Рахмет, әділ шешім болады дейміз. Қанша адамның бұл жерде тағдыры, өмірі, семья жағдайы, өмір сүру қабілеті және осы жұмыс істемей жүрген адамдардың қай-қайсы болса да көріп жатырық қой. Мына темір жол саласында жұмыс жасап жүргеннен кейін адамдардың өмір сүру қабілеті, семья жағдайы, тұрмыс қабілеті, тұрмыс жағдайы бәрі жоғары деңгейде жүріп жатқан адамдар. Бұдан ары қарата олардың болашақта не боларын ешкім де білмейді. Енді осыған көріп отқан жаңа басшылығымыз, олар да өздерінің бір шешімдерін беріп, кездесулер жасап, осы Шалқар айналым депосының локомотив бригадаларының осы 284 адамның болашақ тағдыры, депоның тағдыры шешіледі, дұрыс жағынан шешіледі деп ойлаймыз, әділ жағынан. Және де мына артыңызда тұрған, міне өзім қазір бұрып көрсетейін. Мына сол жағымызда көрсетіп тұрған депо 1902 жылы қабырғасы қаланған депо. Осы деподан жаңа айтып кеттім ғой, осы қанша тепловоздар шығып жатыр. Осы тепловоздар шығып жатқанда я кіргеніне, я шыққанына осы жерде тұрған азаматтар осы шығуына да, кіруіне да пойызға тіркеп, жаңағы жүк пойызы болсын, жаңа жолаушылар пойызы болсын, осы пойыздарға тіркеп жол сапарға дайындайтын осы адамдар. Енді осы адамдар болашақта, егер кеткен жағдайда локомотив деподан, ремонттан, жөндеуден шыққан уақытта, егерде локомотивін бригада, жем депосының локомотивін бригадасы, егерде МБ-ден сексеуілге напараход өтетін болса, сексеуілден жемге дейін напараход өтетін болса, мына тұрған тепловоздар сонда кім қабылдап, пойызға кім береді сонда? МБ бере ма? МБ-де отырған? МБ-де ремонтын депо жоқ. Шалқарда ремонтын депо бар. Оны қарап отырған технологтар бар. Сапалы шығуына жұмыс жасап, өздерінің үлестері қосып жатқан біздің 5 тепловоз қабылдаушымыз бар. Осы бүкіл жұмысымыз зая кеткен ме сонда? Осы Шалқар айналым депосы 99 жылы осы МБ депосына қосты. Осы 21 жыл бойы осы күніміз осылай өтіп жатырған деп айтуға да болады. Бізге осы 2011 жылы 2011 жылы бізде бір төтенше жағдай болды да, сонда начальник деполар ауысты. Сол уақытта Құснияз Болатович дейтін начальник депо болып МБ-ге орнығып жұмыс жасады бір жылдай. Сол уақытта осы Шалқар айналым депосына тек оң көзбен қараған сол кісі. Қалған адамдар бізге оң көзбен қараған да жоқ. Осылай дедіміз қайта алмасты. Дұрыс
басшылығымыз өзіміз сұраған басшылығымызды орнықтырып шалқар айналым депосына бастық. Әлі күнге дейін міне қазір біз басшылығымыз жоқ, ИОТ-да болып жүр, қалғандары инструктор. Ойына келген істеп отыр, ойына келген. Мен қысқаша сұхбатым осы. Ары қарата өздерің әділ шешімдеріңді міне мына жерде тағы да машинист помощник. Так, Бір, екі, үш. Айтатындары бар да. Дәулетке осы уақытқа дейін үндемей келдік қой енді. Әрі қарай осылай басына беретін болса, ол анау адам бала әрі қарай басына беретін болса, алып тастау қиын емес. Бәріміз жазатын жерге жазамыз. Прокуроры бар ма, КМБ-сі бар, КГБ-сі бар. Дәулет көріп атсаң, бұндайды қой, басынба. Осы уақытқа дейін басынған жетер енді. Әлі күні келдің, жинас жасадың, бірде-бір ештеңе айтқан жоқсың, өтіп диплом таратып кеттің да. Ондай қолым нені істеме болмайды олай. Ана енді бұл халық қаншама халықтың нанынан айырып, әрқайсымызда 4-5 бар адам бар. Қазір ертең білесің ғой, бәріміздің басымызда бір кредиттен бар дегендей. Сондықтан әрі қарай ойланып істейтін нәрсеңді енді бір әрі қарай. Шамалы отказ бересің бе, ойланып қайттан бұрын қалпына келтіресің бе, Дәулет, сәлейміш. Сізге адам ұқсап айтып атық енді біреу. Басшылық жоғары қарай тыңдасын, әрі қарай кетеміз десек, қатта кететін болсақ, онда бәріміз кетеміз, халық жиналып отыр. Ойланып істейтін нәрсені ойланып істеуге ақылдасу керек шамалы. Отыр ғой, осы диплом арқасында. Адамдарды шамалғана мынау мүшелер. Мынау жұмыста болып қалдық көбісі. Бәрі қарсы енді, тыңдаңыздар. Осы ембіде осы шалқардың арқасында нан тауып отыр енді. О, диплом не ететін болса болмайды ол. Қазір. Адамның тағдыры жалғыз 125 емес. Бұл бүкіл шалқарда тұрып атқан халықтың жергілікті тағдыры ғой. Бұл жерде бұл шалқар арнайы Қазақстан Республикасының заңында арнайы жазылған. Арал апаттық аймағы есебінде. Бұл жердегі енді қазір халық өмір сүріп атқан халық осы темір жолдың арқасында. Мына жағымыз ембі, мына жағымыз сексеуіл барамыз. Сол себепті бұл жерде ол әрқайсының отбасында 5 баладан, кемі 6 баладан, 2 баладан бір ипотека. Мысалы, мен әлі отбасыма әлі аяқтандырғаным жоқ балдарымды. Ал ертең сокращение болады. 99 жыл қайтып келеді. 99-да сокращение болды. Сондай жағдай маған басыма қайтып келмесіне кім кепілдік береді? Менің балдарымды кім жеткізеді ал? Осы жерде. Барлығының да ойларында тұр осы айтатын сөздері. Бірақ осы айтқысы келіп ақ тұр. Бірақ ар жағында шамалы өздерінің енді ұстап тұрған шығар. Негізінде шалқар осы күнге шейін аузын ашып ешкімге қарсы біздің айлығымызды көбейді. Бәленше қыл, түгенше қыл деп келген жоқпыз. Әркім өзінің отбасын асырап, бұйырған пойызымен екі жаққа да жүк көліктерін тасып аман-есен жүрді. Бәрінің отбасын асырап жүргендер. Енді бұл жерде қазір біз осыдан келеді да, міне халықтың арасында наразылық, бұл үкіметтің жүргізіп жатқан саясатына уже қарсы наразылық болып есептеледі. Қарап отырсаңыздар, бұл бір адамның мысалы қателігі қарап отырсаң, жаңағыдай 2 плечон ортасынан 1 плечон жабамыз, бір адамға 1 пойыз сүйретеміз деген ол вообще былай қараған уақытта экономикалық тиімді болғанмен бұл жалпы шалқар ауданында тиімсіз болады. Аудан бұл еще, аудан бұл жерде 70.000 халықтың бұл тағдыры шешіледі. 70.000 халықтың. Бұл жерде бүкіл базының бәрі шалқарда тұр. Бүкіл жаңағы ремонттың бәрі шалқарда тұр. Ал енді қалған халық бұл жерде ол жалғыз локомотивный бригадаға емес. Узловой станция. Локомотивный бригада. Бұл жерде ВЖД да бар, мысалы охран бар, вагоник бар, ПЧ бар, ШЧ, бәріне де тиімді әсерін еткізеді. Уже халықтың арасында уже дүрбелең басталады. Үлкен район ғой мына, үлкен аудан. Отбасында уже жұмыстан айырылғаннан кейін ол уже белгілі жағдай. Кім қайда кететіні. Сондықтан да осы мәселені шешкен уақытта ұжыммен келісіп, ақылдасып шешкен дұрыс деп ойлаймыз. Сол мен айтамын. Соның дұрыс жағынан шешіп беріңіздер енді. Болды, көңілге келеді.